Саламатсыздарма, каналыма тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпа. Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Мына бес дағды дейді, осыған байланысты менде бір осындай ойын шығардым. Мында үстел үсті ойыны деп, ойнайық та ойлайық деп. Мына 5 ұяшықтан тұрады. 5 ұяшықтың ішінде 5 дағдыға байланысты ойындар бар. Бұл жерде енді мана білесіздер ғой, мындай кубик арқылы ойнап, кубикті лақтап, сол ұяшықтағы шығамыз. Мына жерде танымға байланысты пішіндер. Мына ойынды кіргіздім оған. Пішіндер, балаларына пішіндерді атайды, сосын асықтарды өз ұяшығына орналастырады. Дөңгелек, мысалы 4 бұрыш, 3 бұрыш деп. Сосын түстеріне қарай топтастыруға болады. Кіші топтарға мысалы көк, қызыл, сары деп. Бірінші ойыны. Екінші ойынымыз денсаулыққа байланысты. Зиянды, зиянсыз. Зиянды тағамдар, зиянсыз тағамдар деп. Бұл жерде мысалы балаларға екі түрлі тағамды былай көрсетеміз. Сосын балалардан сұраймыз. Қай тағам зиянды, қай тағам пайдалы деп. Мысалы сәбіз, пицца деп. Сол кезде балалар айтады, сәбіз пайдалы, пайдасыз деп. Сөйтіп ойнатуға болады. Мына жерде бутерброд бар. Әртүрлі нелер бар, тапсырмалар бар. Сосын келесі тапсырмамыз әлеуметтікке. Бұл жерде жанды жансыз табиғат деген салды. Мына жерде картофелден бәрін алып түсеміз. Алып алдына береміз. Сосын балалар екі топқа бөледі. Зиянды табиғаттан бір бөлек, жанды табиғатты бір бөлек, жансыз табиғатты бір бөлек салып өстіп орналастырып ойнайды. Сосын келесі тапсырмамыз шығармашылық. Оған мыналарды жүйелдім. Түсіне қарай топтастыр, алақанды былай түсіне қарай топтастырады. Сосын мынаны жүйелдім. Карточка беру арқылы бұны білеміз ғой, алдында ойнату. Алып тастаймыз. Алып тастап, бұны карточка беріледі балалардың алдына. Сол карточка арқылы мына асықтарды орналастырады. Карточкаға қарап, мысалы қызыл, жасыл, сары, көк жасыл орналастырады. Сосын соңғы ойынымыз үй жануарлар, жабай жануарлар деп осылай жасадым. Бұл жерде мысалы бірінші балалардан қандай жануар деп балалардан сұраймыз. Қой үй жануар ма, жабай жануар ма деп балалар жауап береді. Сосын мына жерде үлкен қой қайсы, кіші қой қайсы, құттай қой қайсы деп балалардан сұрауға болады. Сосын мына шөптерді мысалы салыстырамыз. Кішкентай, үлкен деп. Үлкен шөпті кімге береміз? Үлкен қойға. Құттай шөпті құттай қойға береміз деп. Мына келесі, мына қандай жануар? Жабай жануар деп. Бұған да сөйтіп үлкен сәбіз бен құттай сәбізді балалар өздері орналастырады. Өстіп ойнайды. Өстіп ойындар дайындадым. Біздерге байланысты. Рахмет, каналыма тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпа.